Бала болашағы баршаға ортақ. Осы қағиданы ұстанған Ішкі істер министрлігінің мамандары нөмірі 73-ші физика-техникалық лицейіне барды. 7-ші сынып оқушыларымен кездесіп, есірткісіз болашақ профилактикалық сабағын өткізді. Қоғам дертіне айналған нашақорлықпен күрестің тиімді жолы алдын алу, ойын баласының санасына сіңіріп, есіне салып отыру. Әсіресе полицейлердің кездесуі оқушыларға үлкен дәріс дейді мамандар. Осындай іс-шара көп жүргізу керек балаларға. Біз де мектептің ішінде өзіміз әрқашанда балдар әр сыныпты аралап іс-шаралар жүргізіп отырамыз. Бірақ қанша деген сырттан келген сіздердің мамандардың іс-шаралары өте өтімдірек болады бізге қарағанда. Ішкі істер министрлігі есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл департаментінің жедел уәкілі Данияр Орал оқушыларды зиянды әдеттерден аулақ болуға шақырды. Бұл іске жақын жасөспірімдердің қылмысқа тартылатыны, қандай жаза қолданылатыны туралы айтты. Ал нарколог дәрігер Эльмира Ғабиденқызы есірткіге еліктейтіндер негізінен жасөспірімдер мен жастар екенін айтады. Ол шылым мен электронды темекінің дәмін көруден басталуы мүмкін. Сондықтан нарколог оқушылармен еркін сөйлесіп, жаман әдеттің адам денсаулығына әкелетін зияны мен тәуелділікке соқтыру жолдарын айтты. Балалар да бұл тақырыпқа қатысты ойларын ашық жеткізе білді. Бүгінгі кездесуден мен көп нәрсе ұқтым. Жаман нәрседен аулақ болу керек екенін түсіндім. Мен аулақ боламын сол жаман нәрседен. Біз сияқты жастарға, оқушыларға бізде қосымша бар, сабақ бар, солардың бәрін мысалы бір кездесуде қалмаса, есімізде екінші кездесуде қалуы мүмкін. Сол үшін осындай кездесу іс-шаралар өткенін мен өзім қолдаймын. Осындай кездесулерге бізге көп керек, бізге пайдалы болады. Кездесуден соң мектеп кітапханасына серт детектив шығармалар жинағы табысталды. Ал оқушыларға қазіргі заман қаһарманына айналған батыр полицей Ғазиз Байтасовтың өмір жолы туралы сыр шертетін кітап сыйға берілді.